Бағдарламаның тақырыбы Creative Tasks in English Lessons to Develop Speaking, Reading, Listening and Writing Skills. Бағдарлама 34 тақырыпқа бөлінген және әрқайсысы 6 бөлімнен тұрады. Бірінші Self Discovery and Identity. Бұл 10 сағатқа берілген. Екінші тақырыпшам Relationships and Connections. 6 сағат Social Issues and Awareness for 7 hours. Creative Expressions for 5 minutes, for 5 hours. Nature and the Environment, it is for 4 hours. And the last Technology and its Impact for 2 hours. So, бірінші тақырып, енді жаңағы 6 тақырып бөлімнен тұрады дедім. Соның біреуіне тоқталып өтетін болсам, мысалы екінші бөлімге Relationships and Connection, ол мынандай тақырыптарға бөлінген. The importance of communication, how to build strong relationships, dealing with conflict, the impact of technology on communication, the value of different perspectives, and my definitions of family. Students will enhance their communication and interpersonal skills, critical thinking abilities, and cultural awareness. These lessons will help them navigate social interactions and relationships more effectively, fostering personal and academic growth. Енді ағылшын тілін үйрену процесінде сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын кешенді түрде дамытып отыру өте маңызды. Бұл олардың дағдыларының әрқайсысын тілді меңгерудің ажырамас бөлігі болып табылады және оларды шығармашылық тиімді тапсырмалар арқылы дамыту оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқу процесін тиімді етеді. Сөйлеу дағдыларын дамыту үшін рөлдік ойындар және топтық жобалар өте тиімді. Рөлдік ойындар арқылы оқушылар әртүрлі жағдайларды сахналайды, олардың тілдік кедергілерді жеңіп, өз ойларын еркін жеткізуге көмектеседі. Оқу дағдыларын дамыту үшін интерактивті әңгімелер және кітап клубтары тиімді әдіс. Ал тыңдау дағдыларын дамыту үшін подкасттар мен аудио кітаптар, сондай-ақ фильмдер мен бейне роликтерді қолдануға болады. Ал жазу дағдыларын дамыту үшін шығармашылық жазу және блог жүргізу өте тиімді әдіс. Еркін тақырыпта эссе, әңгіме немесе өлең жазу ұсынылады. Оқушыларға нақты өмірлік жағдайлардан алынған мысалдар беру арқылы когнитивті және метакогнитивтік стратегияларды қолдануға болады. Бағдарламаның мақсатына тоқталатын болсам, оқушылардың сөйлеу, тыңдау және оқу, жазу дағдыларын дамыта отырып, олардың ағылшын тілінде еркін әрі тиімді қарым-қатынас жасауға үйрету. Оқушыларға әртүрлі тақырыптарда өздерінің ойларын нақты жеткізе білуге, пікірін білдіруге мүмкіндік беру. Енді бағдарламаның міндеті бұл оқу процесін қызықты және тартымды ету арқылы оқушылардың ағылшын тілін үйренуге деген ынтасын, тәжірибесін арттыру. Өзектілігі. Ағылшын тілін білу оқушыларға әлемнің үздік жоғарғы оқу орындарына түсуге және халықаралық деңгейде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Көптеген ғылыми жұмыстар, зерттеулер және кәсіби ресурстар ағылшын тілінде қолжетімді, сондықтан да тілдік дағдыларды дамыту олардың академиялық және кәсіби жетістіктері үшін маңызды. Ағылшын тіл сабағында сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын дамытуға арналған шығармашылық тапсырмалардың өзектілігі олардың оқушылардың тілдік құзыреттілігін арттыруға, жаһандық коммуникацияға бейімделуге және қазіргі заманғы талаптарға сай болуға көмектесуінде. Бұл тапсырма техникаларды пайдалану сәтім. Бұл бағдарламаның piece by piece деген нені көрсетіп кететін болсам, осындай әдіс тәсілді қолдандым. Бұл балалардың reading task өткен кезде оқылымда осы әр бөлікке бөлінген торттың немесе жаңағы жеміс-жидектерді әр бөлікке бөліп, бір бөлігіне осы reading taskты тапсырманы беріп, екінші жағына онда не істеу керек, сол тапсырмалар екінші бөлігін не жазылған. Сол әр бөлікті алу арқылы балалар бір жағынан тапсырманы оқиды, екінші жағынан сол тапсырмаға берілген жұмысты орындап береді. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтижелерді тоқталып өтейін. Оқушылар өзара және мұғаліммен ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынас жасай алатын болады. Оқушылар проблемаларды шешу және жаңа идеяларды ұсыну қабілеттерін дамыта алатын болады. Оқушылар тіл үйрену процесіне және қызығушылығы олардың жоғарылайды. Бұл олардың сабаққа белсенді қатысуына ықпал етеді. Топтық жобалар мен рөлдік ойындар арқылы оқушылардың әлеуметтік дағдылары дамитын болады. Олар топпен жұмыс істеу және өзара әрекеттесу қабілеттерін жетілдіреді. Назар қойып қойғандарыңызға көп рахмет.